шақырып, мен келдім, әңгіме жоқ келем. Самолетке билет алып беріңдер дедім ғой. Жоқ, саған пойызға алып беремін дедім. Сөйтіп пойызға мінетін болып, Астананың вокзалына бардым. Ығы-жығы халық ана жерде. Адам деген көп. Бар, 14-ші вагоннан билет алдым. 10 минуттан кейін пойыз келеді деп, диспетчер хабарлап сол жерде. Құрметті жолаушылар, Алматы маңғышлар пойызы бірінші жолға келіп тоқтайды, сақ болыңыздар. Сақ ете қалды ана жерде бәрі. Бір кезде пойыз келді. Ой, сеген ауыл деді. Құрметті жолаушылар, Алматы маңғышлар пойызы бірінші жолға келіп тоқтады. Тоқтат. Бүкіл адамдар толып кеткен. Жүгіріп барып пойызға шапатаға, папар, мапай мініп кеттік ана пойызға. Мен 14-ші вагонның купесінен алған екенмін. Ішінде екі кемпір бір шал отыр. Кірген бетте шай әкелші деді ана кісі. Пойыз әлі жүрген жоқ. Шайына барып келдім. Төсегімді сал жібер. Ананы алып бер жібер. Ана ата мен әже жұмсап кетті ана жерде. Сол ортада диспетчер хабарлап пойыз жүргізіп жіберді ана жерде. Құрметті жолаушылар, Алматы маңғышлар пойызы бірінші жолдан жүріп кетеді, сақ болыңыздар. Пойыз жүрді сол кезде. Пойыз келе жатыр. Пойыздың ішінде отырып, жаңағы атам мен әжем жұмсап жатыр мені. Айналайын шай алып кешейін. Екі ортада жүріп, акарашка жеп жүрмін. Қолым деген май-май болып қалған. Бір кезде қолым жуып келейін деп әжетханаға бардым. Әжетханаға барғанда пойыздың дауысы басқаша шығарып кетті. Одан шықтым. Туалеттің ішіне шықтым. Туалеттің ішіне тұрып қайын. Туалеттен шықтым, сосын ана ата мен әжені тастап бармаймын ғой, жұмсай береді. Келесі вагонға өтіп кетейін дедім. Пойыз келатыр, келесі вагонға өтейін деп анау жалғанған жер бар ма пойыздың? Сол жерін ашып, бүйтіп өтіп кеттім қазір. 13-ші вагонның проводнигімен сөйлесіп, бір орын тауып алып ұйықтадым. Адам ұйықтағанда неше түрлі түс көреді екен. Мен түсімде вертолетпен ұшып жүрмін. Вертолетпен ұшып жүрмін ба? Мен вертолетпен неменеге ұшып жүрмін ба? Мен неменеге ұшып жүрмін вертолетпен? Сөйтсем, мен қылмыскерлерді іздеп жүрген ОМОН екенмін. Кеткен аяғында ОМОНдар деген жазу бар. Ұшып келе жатыр. Бір кезде бір орманның ортасында ашық жер бар екен, сол жерге вертолет қонды бүйтіп. Тоқтат. 500 метрдей жерде қылмыскерлердің үйі бар екен. Енді соған баруым керек екен да мен. 500 метрге жаяу баруым керек екен да, мен ОМОНмын деп. Сөйтіп тұрған кезде бір жылқы жетіп келді қасыма. Бетін сүртіп алып. Бір кезде орманның шетінен қасқырдың ұлыған дауысы шықты. Ойбай деп қорқып қалмады. Қолында автоматы бар ғой деп. Шық. Көт қол. Атқа міндім да, жаңағы атқа міндім да үйге қарай шаптым сосын. Жаймен үй жаққа келіп тоқтат, жаймен. Тоқтат дедім. Тоқтат. Сосын кроссовка кигіздің. Атыма. Өйткені тоқ деген дауыс шығып кетті да арада. Сөйттім да жаймен қораның есігін ашып, қайттан жауып, атымды кіргізген жоқ бұл ішіне. Жаймен қолымда автоматымды алдым да, сосын қылмыскерлерді іздейін деп үйге кірдім. Бір кезде жаңағы үйдің ішінде зал, қонақ бөлмеге кірсем, бір әйел пилесоспен үй тазалап жүр. Диванның астын тазалап қояды. Пакеттерді жұтып жатыр ғой. Сосын енді әйелге бармайсың ғой. Мен қылмыскер едім, ОМОНмын, қылмыскерлерді іздеп жүрмін, шошып кетеді ғой. Жаймен кухняға кіріп кеттім. Кухняға кірсем,
шай қайнап тұр. Ой, отырып шай ішіп алайын дедім. Шай ішіп алайын дедім. Сосын шай іштім. Қасында мынау бар. Сосын ыстық болып кетті да терезесін аштым. Ашып, ой, даладағы табиғатты көрсеңіздер сіздер. Терезеден қарасам, менің мініп келген вертолетім отталып тұр. Оның даусынан мініп келген атым үркіп қашып тұр. Орманның шетінде бір қасқыр. Оны өтіп тартты. Сөйтіп отырған кезінде сол вибрация беріп тұрған. Сөйтсем, мен оянып кеттім. Соткым даусынан. Сөйтсем, мен түсімде кеттім. Әл пойызда келді. Көрдіңіздер ма? Мен 2 күн ұйықтаппын жолда. Диспетчер хабарлады. Маңғышлаққа жақсы. Құрметті жолаушылар, Алматы Маңғышлақ пойызы бірінші жолға келіп тоқтады. Тоқтат. Сосын түстім. Орталыққа бару керек қойды. Түссем, вокзалда ығы-жығы халық жоқ. Қой, такси ұстайын деп тұрдым сол жерде. Өзі бірақ машина айналып жүрген. Сөйтіп мініп, Ақ Отау мейрамханасына Асан мен Үсеннің, Жайнагүл мен Маликаның, жоқ, Үсен мен Маликаның, Хасан мен Жайнагүлдің тойына кеттік. Қадірмен ағайындар, мінеке сіздердің алдарыңызда өзінің керемет өнерімен Парадис, әзіл сықақшы, Базар жоқ театрының ең жақсы жаңадан келіп жатқан жас актер Асқар Көмекбаев. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым. Енді қадірлі ағайындар, ақыры бастаған екенбіз, енді тілек болсын. Қашанғы сіздер тілек айта бересіздер деп, енді ең басымыз тілек айтсын. Құрметті отандастар, құрметті маңғыстаулық тұрғындар, бүгін міне көптен күткен Асан мен Үсеннің тойы өтіп жатыр екен. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Рахмет. Әдемі тілектің кезегі Алдараспан театрының директоры Нұржан Төлендеев Тукада. Ау? А? Не ой? Бірде дедім бе? Той ғой. Ау? Той. Той туралы дейсіз бе? Той туралы. Той жақсы ғой. Той жақсы ғой. Той болса жақсы ғой. Болмаса не жақсы. Соған не жетпейді ба? Бірдеңе сұрақ қоятын ба? Той жақсы ғой. Мынау енді жылдың басы тоймен басталып жатса, жылдың соңына дейін шаңырақтарыңызда тек қана той болсын. Ей, жандарым, шапалағың қайда? Молодец, красавчик. Жайна айтпайсың. Айтайын. Жалпы әуді бидің қазақ жоқ қой. Мен қазір қалқамай деген әнім бар. Соны айтам, сізде шапалағыңыздар. Мақұл ма? Чайқатылып, час болып, жүргенде қалқам. Жанымның сұлуай қалқам. Қалқамай. Бастағандай қайтадан жастықша қалқам. Жанымның сұлуай қалқам. Қалқамай, көңілдеген ағалай. Жанымның сұлуай қалқам. Шіркін-ай, сенің әсем күлкің-ай. Жанымның сұлуай қалқам. Асқар Көмекбаев. Рахмет. Асқар деген бауырларыңыз қадірлағандар мінеке. Бұл да бөтен жігіт емес, 300-дің баласы Ақтөбелік Қабын. Асқар, қайсы бір енді үлкен тойларға келген кезде, сен тойға келген кезде енді басында парень шешіп кел.
Өзім шашым ғой аға. А онда парик келіп бер. Рахмет, Асқар Көмекбай.